Әке деген ол жанұяның басшысы. Ендеше басшы деген сөз бүкіл жанұя мүшелеріне бағдар көрсететін, жол көрсететін жолбасшы болу керек жанұясының. Ол деген сөз жолды бастау үшін не болу керек? Адамда арман менен мақсат болу керек. Әкеде армандай білу керек, мақсат қою керек. Жанұясының барлығына сен былай жүр, сен былай жүр деп жол көрсетіп, жол көрсеткенде де міндеттеп темір құрсаумен емес, бәлки жұмсақ қылып, әркімнің, әр баланың, әр перзентінің, тіпті әйелінің де өзінің қалауы бар, ол да бір жан. Сондықтан сол қалауын да орындап беру, сол үйде отырғанда оның бақытын, оның қызықшылығын шамасы жеткенше келістіріп беруі оның мойнындағы жұмысы болып саналады. Ол қарапайым нәрсе, оны міндет қылатын нәрсе емес, ол өзінің қолындағы ісі. Болды. Мысалы, қыран құс ұшады. Енді құс ұшқаннан кейін өзінің ұшқанын мақтанбайды ғой, ол ұшты, болды, онда тұрған не жоқ оның. Таңғаларлық жай жоқ. Дәл сол сияқты әке деген жол басшы, жол көрсетуші, кәдімгі жанұяның басшысы болу керек. Ол бір нүкте.